Сәлем достар, бүгін біз сіздермен күріш суының пайдасы туралы айтатын боламыз. Яғни, бұл ежелгі Қытай рецепті. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындарды да кездейсоқтық емес. Күріш жеп отырған кезде ағзадағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтатынымыз мынау: мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмір сулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар, оның косметикалық қасиеті де бар деп жазады. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оның нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішетін болсаңыз, асқазан ішек тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұсыныңыз. Жасушалар да жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш және де айранды қосып, яғни солардың ботқасын қалауыңызша жей беруге де болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады.